Хейо. Всем привет, с вами Аружан и Әділет. бәріне сәлем, сіздермен Аржан және Әділет. үш тілде сөйлеп кетсең да. Окей, бәріне сәлем. Так, Әділет, сенің соңғы көрген киноң? Соңғы көрген кином Элита. Netflix білесің ба? Иә. Жалпы көре аласың ба? Элитаны басында бастадым көріп. Ораза кезде бастағандықтан ары қарай көруге уже желание болған жоқ. По идее, қызық. по идее оны ораза кезінде емес, былай кәдімгі уақытта да көру қиын ол киноны. Жалпы Netflix-тің киноларын көру қиын деп ойлаймын. Ол жақта прям бәрі разноцветный ғой, өзің біліп тұрсың ғой. Вот кино деген кезде қазір шығып жатыр ғой, 2021-дің өткенде списоктарын көрдім кинолардың 20-ның уже бұрынғыдай қарасаң, мысалы бұрыннен жарып тұрған прям Marvel, DC дейтіндердің кинолар хит болатын еді ғой. Осы жылы ондай бір кино бар деп айта алмайсың. Неге? Өйткені біріншіден карантин әсер етті бәріне. Жалпы кино саласынан. Киноиндустрия. Киноиндустрияға әсер етті, короче. Қазір енді анда, мысалы үшін бұрын көресің, бұрында уже салыстырмалы рейтинг мынада жүріп жатыр, анада жүріп жатыр дейсің. Ал қазір мен ойымша карантиннен кейін енді ашылып жатыр. И то бір күшті, мынандай кино күшті екен деп айта алатындай кино көрмедім өзім. Әлі күнге дейін. Андай типа көп кинолар банальный болып кеткен негізі. Бірақ білмеймін, карантин оған қатысы бар ма, қатысы жоқ па. Менің ойымша карантин ол өте қатты әсер етті. Карантиннің уақытында кинолар көп шыққан жоқ әйтеуір. Негізінде өзім киноның қатты любителі емеспін. Сол үшін мен көп кино туралы сұрай берме десең. Солай, жалпы Marvel-дың киноларын білемін. Аз, бірақ сенен көп білемін деп айта алмаймын бәрібір. Вот, мен кезінде Marvel-дың фанаты болғам. Әлі фанатсың ба? Мстители уже последний нелер шықты ғой. Содан кейін тастап кеттім Marvel-ды, өйткені Железный человек өлді, бәрі ботш болып кетті потом. Типа концовкасы болып. Жүрегің ауырды, прям спойлерін біліп қойдым да мен біріншіден, екіншіден оң көріп, оның өлгенін көргеннен кейін, білмеймін енді, көтере алмай қалдым десең да. По идее, мынандай да, мысалы, DC мен Marvel-дың айырмашылығы деген десең, нелер есіңе түседі? Негізінде DC мен Marvel дегенде, Marvel негізі ол комикстан шыққан ғой бірінші, дұрыс па? Комикстан алынады. Одан кейін рисовкалары, типа анимация деп, аниме туралы айтайын деп отырмын ғой мен қазір. Сол Marvel-дың несі геройлары басқаша болады негізінде. Андай ақылға сыймайтын, самал басқашалау болады да. Ал неңкі DC-тікі, типа более банальный. Солай сияқты меніңше. Супермен, Бэтмен деген сияқты. И потом, мысалы үшін, Marvel-дегі супергеройлардың өзінің историясы бәрі қызық да. Тоже актерлар более танымал, чем DC-ге қарағанда. Ал DC-де, мысалы, Чудо-женщина, Супермен, Бэтмен бар, бірақ олардың лицосын көбісі танымайды. Вот, сендер человек болып басқа болсын, лицосын көп адам таниды біріншіден. Екіншіден тоже, по-любому Marvel бірінші орында. Актерлары қымбат, танымал дейсің ғой. Өте. Солай. И, кстати, жаңалық. Мен аниме көріп бастадым. Красава дейгісің ба? Күшті аниме. Аниме көретін... Анименің фанатымын ғой, лично өзім. Негізі бұны анимеге тартқан мен ба? Мен по идее. Мен ба деймін. Бірақ негізі мен өзім көп аниме көремін ғой. Бұрыннан сөйтіп жай мен осы жаққа оқуға түскен кезде аниме көретін ешкім болған жоқ, сөйтіп жай қасыма тартып алдым. Аниме көр, кел ба? Типа енді стористарыма ответ қайтаратын едім ғой, по идее. Мен аниме туралы көп саламын. Мен өзінше стористарыма ответ қайтаратын едім ғой деп жаман айттым ғой. Аяқта ойлап қалады едікі де сен сторисіңді аңдып отырамын. Ойлайды сен жаман. Короче, мынандай болды. Мен бірінші кезде сұрадым, бірінші аниме көретін адамдарға топ 3 анимені айт дедім да мен. Сериалдарды айт, мынандай қысқа нелерді мен көре жатармын дедім. Суман айтты, бірінші Наруто, сосын Атака Титановты көр, и Тетрадь смертиді көр деді. Вот Нарутоның бірінші сезон 250 сериясын, екінші сезон 500 сериясын көрдім. Мақтанып айтып отырмын ба? Прямо андай. Оңай ма 500 серия ойлашы? Абай жолын бастаған сияқты жатсың ғой.
күшті. Наруто жалпы көп адамға ұнайды негізінде. Наруто өтті. Өзім лично Наруто көріп бастағанмын. Осы жылы байқадың ба, аниме хит болып кетіп жатыр. Өйткені, тиктоктың арқасы сияқты. Өйткені тиктокта рекомендацияда только аниме жүреді, негізі көбінесе солай. И сен Атака Титанды әлі көрмедің, иә? Жоқ. Қазір осы Нарутоны бітірдім, Тетрадь смерти 20-шы серияға келіп 20-шы. Спойлер айтайын ба? Нет. Қай жақтасың? L или Light? Light дегенде, кім? Кира. Кира. Негізінде бұл жерде енді L жақсы персонаж ғой, бірақ Кираның харизмасын айт, еще прям дедукциясы мықты оның L-ға қарағанда. Қазір сен көріп жатқан жерде L тірі ғой әлі, иә? Тірі. Керек емес, спойлер не надо. Шығып кетесің ба уже спойлер болса. Білмеймін, бірақ маған Кира ұнайды қатты. Біріншіден маған Кирадан гөрі L ұнайды. Өйткені ол персонаждың өзін ерекше жасағанда, мысалы, әшейін бүйтіп қойса маған ана түрін, қылықтарын, жоқ, түрін, мысалы, қылықтарын, ана постоянно бір-бірлер тамақ ішіп отырады. И оның ойлау қабілеті де тоже қызық. Ал Кира, мысалы үшін, ондай емес та, кәдімгі жақсы болып көрінеді, бірақ бәрін білдіріп отырады. Іштей андай басқаша. Адамдардың өздері де сондайлар бар ғой. Ал L кәдімгі былай құрастырылған персонаж ретінде болып тұр. L андай ғой, прям умный ғой, и то оның кішкентай кезінен өскен өзінің историясы бар да, L-дің ше. Историясы бар, андай жетімдер үйінде өскен деген сияқты, андай балалар үйінде тәрбиеленіп, солай шыққан да. Сол ақшаның қақтан алады бай ғой. Енді ол дейтін прям детектив болғандықтан ба? Прям бүкіл әлем бойынша ең танымал детектив. Еще ода интрига болды ғой, ешкім оның түрін білмейді. Полный аниме біткенше түрін білмей кетеді ғой, тек қасындағы адамдардан басқалары білмей кетеді. Атын да білмейді ғой ешқайсысы. Бірақ шынатын мен де естімедім негізінде. Соңына дейін L деп кетеді ғой. Пока что көріп жатырмын, если осы үшеуін көріп бітем, одан кейін ұнаватса ары қарай уже кіресің ғой былай толқынмен. Неден кейін Атака Титанды көресің, одан кейін уже кетеді ғой жай. Қадам басасың. Менде лично солай болған. И сен бірінші көріп бастайсың да, көріп келе жатасың да, басында барлығын подряд, барлығын көре бересің, без разбора, таңдамай көре бересің, көр дегенде көре бересің ғой. Көріп, кейін өзіңнің неңді тауып аласың, андай типа жанрыңды, путь ниндзя дейді ғой Нарутода, путь ниндзяны тауып аласың. Мой путь ниндзя. Стать хакамицей. Лично менде сондай болған. Қазір нені көрем, көбінесе психология, детектив. По идее, детектив өте қызық болады. Детективті жанрда кино болсын. Мысалы, ұрыс кинолар, осы жақында «Шкаф» деген ұрыс кино көрінді, тоже Южная Корея түсірген, яғни оңтүстік Корея түсірген. И олардың андай да идеясы өте мықты, басқаларға қарағанда. Ақылды халық қой Кореяның өзі, ужастиктерге бір қатты ужас емес, но тоже детективті жанрда там зерттеп, не қылып, өте қызық кино. Сендерге де кеңес беремін, көріңдер. Мен де көрмедім оны, бірақ көру керек. Андай ма? Поезд Пусан деген бар. Ол вообще қаяқты сол сияқты ма? Ол более сәл өтірік болып кеткен ғой, зомби сияқты. Ал вот «Шкаф» деген кәдімгідей да, мысалы 2019-2020-да шыққан, по-моему, сол нелер. Вот сондай. Көру керек. Кино ужастиктен бәрібір сол детектив жанрдан, зерттеу жағынан, тоже драма бар, «Туннель» деген. Ол вообще күшті. Мен бұл драма көрмеген соң айта алмаймын. Мен бірақ драма көргенмін өмірімде, только біреу. Қандай? Еще ол «Пиноккио» деген журналистикаға қатысы бар. Мен журналистикада оқыған соң, маған соны советовать етті да, типа журналистиканың нелері бар арасында ішінде деп. Соны көріп біткенмін. «Пиноккио» дейтін ана қыз болады, типа өтірік айтса, не дейтін, икат ететін, қылық тиетін, сондай қыз болады. Өмірде сондай болса, иә? Бірақ ондай синдром бар дейді ғой, синдром «Пиноккио» дейтін негізі. Бар дейді әйтеуір. Сол қызық. Менің 100 000 подписчигім бар. Разы ма? Алма. Пропускай. В общем, сондай. Сол дораманы сонда ғана көрген болды. Қазір бар ғой, прям жарып атқан бір драма бар, «Пентхаус». Комментарийға жазыңыздар, «Пентхаусты» көрсеңіздер. Жанр бірінші жазыңыздар комментарийға. Енді оны айта алмайым, просто миың деген
жарылады ғой анан көрген кезде. И қазір екінші сезон бітіріп жатырмын деген бітейін деп жатыр, көріп жатырмын. Білмеймін. Сол Пентхаусты кімнен естідім? То есть сол Пентхаусты айтып, то есть осындай дорама көріп жатырмын деп көп адамнан естідім негізі. Бірақ өзім не любитель дорама болған соң қатты мән берген жоқпын. Мен, то есть, нем бар. Мысалы, сен аниме қай уақытта бастадың көріп? Мен анимені... қай класста, мысалы, есептесең, класстан бастап? Қазір есептеш қанша жыл болды. Мен, мысалы, ең алғаш көрген анимем Наруто болды да. И Наруто, там, Блич, Бакуган деген кезінде болды. Телевизорда көрдік қой. Телевизорден сол 3-ші сыныбымда бастап көрдім. Потом диск сатып алдым. Диск сатып алып солай. Баяғы заманда сондай диск сатып алып. Содан бері көріп келе жатырмын. Әлі көріп келетін. Бірақ бұрын прям аниме көрем деп айтуға ұялатын. Өйткені көп адам түсінбейді да оны. Әлі күнге дейін түсінбейтіндер бар негізі. Мультик көресің ба, аниме деп идея. Жаман қарайтын, фу деп қарайтын, сөйтіп тығылатын, аниме көретін, ешкім кетпейтін. И бізде мынандай случай болған. Мен сыныбымда тағы да бір аниме көретін бала болған да. И біз екеуміз енді доспыз ғой. Бірақ екеуміз бір-біріміздің аниме көретінімізді білмегенбіз мүлдем. Екеуміз де 3-ші сыныптан бастап көргенбіз да. 3-ші сыныптан бастап? Иә, сөйтіп 3-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін көріп келе жаттық та, мысалға 11-ші сыныпқа келген кезде нечаянно, случайно прям телефонымыздан көріп қаламыз бір-біріміздің. Дома. Да, ну ты чё, смотришь аниме, что ли, дейді ма? Ойбай, сол уақытқа дейін білмегенсіңдер. Сөйтіп Жоқ, мен айтамын ғой. Жоқ, көрмеймін, просто случайно кіріп кеткен ол сайтқа деп айтамын, сөйтіп ол маған айтады. Брат, уайымдама, мен де көремін дейді да. И сол кезде бір-біріміз кәдімгідей бармысың бауырымнан тапқан сияқты қуанғанбыз сол кезде. Қазір комментарийда мен де көремін, мен де 3-ші класстан бастап кетейін деп тұрған. И сосын комментарийға өздеріңіздің топ-3 анимелеріңізді жазып кетсеңіздер болады дейсіз, жоқ. Қоймайды дейсің ғой. Анимені тыға бересің, бұл жерде в сердцах қой аниме. А менде дорама, мысалы. Дораманы примерно бәрі ойлайды, типа F4-дан бастады деп ше. F4, иә. На самом деле менде ондай емес. Вот мен қай сынып 7-ші сынып па, 5 па, сондай жер 5-7-ден бастадым. Содан әлі күнге дейін мысалы, әлі білемін мысалы. Ең алғаш көрген дорамаң қандай сен? Есімде жоқ. Бірақ примерно сол алғашқы нелер F4-ді көрдік, бірақ кейін да одан емес, ол бірінші емес. Потом Get Солнце басталды, одан кейін несі көп көрдім, мына жақта тола да ол. Папкаға сап-сап сохранить етпеген ойшы. Миге ашып қарасаң, ана жақта араласып атады аудар ма? Көрген кезде есіңе түседі. Мынаны көрген, типа менде де анимада сондай көп тастайсың да, жатабы. Қандай аниме көргенді есіне шығып кетеді, и сен біреу саған айтып атады, или сен оны бір жерден көріп қаласың, сол кезде білемін мен бұны деп отырасың ғой. Типа сондай болады. Вот қазақ киносы, кино мәселесіне келсек. Қандай қазақ киноларын көргенсің, и сен үшін топ-3 қазақ киносы? Ну, қазақстандықтар түсірген фильм деп айтайық. Қазақ фильмінен ба? Білмеймін негізі, қазақша кино, сериалды көп көрмеймін. Бұрын, кино ма, мақұл. Бір сериал көрген, мен қатты есімде қалып кеткен, Сұңқар деген жылқы туралы, Асылхан Төлеев ойнайды. По-моему, көргенмен де ше. Сол киноны қатты жақсы көремін. Одан кейін Ахан Сатаевтың Районы деген киносы бар, если көрсең. Ютубта, по-моему, көргем. Прям баяғы там рекетерство, сондай темалар. Сол кино қатты ұнайды. Екеу болды ма енді? Тағы біреу қандай кино көрдім мен. Загрузка қойып қойсын. Тағы қандай кино көрдім. Одан кейін білмеймін, кино көп көрмеймін негізінде. Сосын не бар ғой? 190 бар, Лаванчор, тағы 190, сол кинолар ұнайды негізінде. Ал қазақтардың веб-сериалдарынан YouTube-тағы мысалға. Прям жарып атқан десеш. Прям жарып атқан. Шекер бар. Шекерді көбісі көріп жатыр, соны бастамадым бірақ. Оны шекерді көріп тастаған болды. Сол шекер маған прям зашло. Ол жерде прям көп нәрсені үйретеді. Еще қыздар бірақ сендер оны көре аласыңдар ма, көре алмайсыңдар ма білмеймін. Қыздарға ауыр болатын сияқты ол. Мен үшін қазақ киносында топ-3 кино деп айтайын, фильм. Бірінші кезекте Анаға апарар жол.
прям мен ешқандай қазақ киноларына, не только қазақ, вообще фильмдерге жыламайтын адаммын да, бірақ осы тем более мысалы американский сондай болса мақұл ғой, басқа елдерде ну дорамада жылайсың анда-санда, анда-санда емес, всегда жылайтын сияқтысың ғой, көзің ісіп түнімен. Это қазақтардың түсірген киносына жылағаным осы анаға апарар жол. Өйткені типа мамасына барайын десе қанша әйтеуір бір қиындық болып қалады, кейін кішкентай кезінде көз жазып қалады да, о өскенде бірақ зорға әрең деп анаға апарар жол деп бір жолмен алып кеткен ғой оны. Ана сол жолда до конца көрді. Мамасы қартайған кезде ана ағаштың түбінде отырып күтеді, осы жолмен кеткен, осы жолмен оралады и оралады ғой. Вот жылап тұрып көргенбіз анаға апарар жол. Одан кейін екіншісі жау жүрек мың бала. Тоже өте просто оның сюжеті, сөзі, мысалы үшін актерлары Асылхан мен Аянды қойып Асылхан мен Аян всегда везде ма? Иә, қазақ киноларында. Ал үшіншісі Томирис. Томирис вообще күшті түсірілген. Білмеймін енді адан мен сөзбен жеткізе алмаймын. Біріншіден олардың киімдері, еще сөздері ше, мысалы, мана сана дағмарыс деп айтады ғой ше. Дым түсінбейсің ғой, еще астында жазыларын еще тағы бір оқып шығасың ғой, Томирис көрген кезде. Вообще күшті түсірілген. Өйткені мысалы андай да не басқа ұлт емес, просто тайпа кезінде түсірген да. Типа и сол парсы тілінде сөйлеген ба, сол кинода бірдеңе ғой. Иә, сақтардың заманында. Мен ойымша тарихтағы негізі ең күшті тарих осы Қазақстан тарихынан деп айтайыншы. Осы сақтар 5-ші сыныптың нелері секілді. Сақ, ғұн, үйсен дейтіндер бар ғой. Ал 5-ші 6-шы сыныпта сондай тайпаларды өтесің ғой. Иә. Солардың тарихынан сыр шерткен негізі тарихи кино. И сосын сериалдардан, мысалы, негізі қазір қазақтың сериалдары кішкене корейский дорамадан ұрлап отқан сияқты. Ұрлап отқан, сол. Ұқсайды да. Кореян дорамалар Қазақстанға бүйтіп. Қазақша түрде вариантта. Мысалы, қазір Лавантер, тоже 190, одан кейін Сүйкімді сторис деген бар. Сәлем Social тоже түсіріп жатқан фильмдерінің барлығын былай қарайсың. Просто ана дорамада, көріп тастаған дорамамен ұрлаған. Дораманың сценарияларын қазақша варианттарын жасаған. Ұрламаңдар, ұрламаймыз. Мен атақ көріп тастағанмын бәрін десең. Шай батыр не түсіреміз? Все болды, ұтып ма? Сен кофені қашан керек вообще? Негіз бар, өзім әкелемін болсам. Бар, кесе самообслуживание. Қоштасшы. Бітті. Бітпеді ма? Бітті. Бітті ма, біттеді ма? Бітті. Баш кофе әкелсем, қоштасаңдаршы. Аружанның орнына мен қоштасайын. Осы подкастты ерінбей біздің шайғандарымызды көргендеріңізге рахмет. Соңына дейін бүгінгі біздің локациямыз болған Силкой қонақ үйіне рахмет. Сіздермен болған мен Әділет, жаңағы Аружан деген қыз. Сау болыңыздар. Біз монтаж жасаймыз. Өйттің ба? Болды ма?